Қайырлы таң, сұлулар. Бүгін әдеттегідей заманауи, жеңіл және бір сәтте жасартып жіберетін оп-оңай шаш үлгісін жасаймыз. Динара ханым көмектеседі. Бастайық. Бірінші мына ортасынан пирог сияқты торттарды кеседі ғой. Солай қылып, үш бұрышты қылып аламыз. Бастың төбесіне дейін макушка дейді ғой орысша. Сол жерге дейін бөлеміз. Яғни түзу емес, былай кету керек, сызық. Алды үшкір болу керек. Жоғар жағы жалпақтау, үш бұрышты қылып. Керісінше жоғар жағы жалпақтау. Одан кейін оны резинкамен байлаймыз. Мынандай афро резинкалар болады. Өте ыңғайлы осындай жұмыстарға. Осыны байлаймыз. Енді ортасын былай кішкене резинканы артқа тартып өткіземіз алдыға қарай. Өткіздік. Енді кішкене сәл қысамыз былай. Мына жерлерін кішкене бүйтіп шығаруға болады, әдемілеп алдыңғы жақта. Енді екі жанын мына алдын үшкір қыламыз. Тап солай қылып байлаймыз. Назерке, сіз менің мамам боласыз ғой. Тегін курсымды ашам. Шығарамыз. Одан кейін сәл қысамыз. Қысқан кезде мына жер өзі әдемілеп оюланып қалады. Жгут сияқты болып. Әдемі. Қалың шашқа тіпті керемет. Енді жанын тап сондай қылып бөліп аламыз. Қатып қалған ештеңе жоқ. Үшеу қылып та, төртеу қылып та өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты. Негізі осылай қалдыруға да болады. Мына жақтарын бүйраласаңыздар да болады. Болмаса, мына үшеуін алып, осының өзін осылай бұрап түйуге болады. Қарапайым, бұрайсыздар да, мына жерге түйуге болады. Осылай түйіп қойуға да болады. Бұл жерде бір ерекшелігі, өзіңізге стилист болып, өзіңіз осындай әдемі үлгісін жасап аласыз. Расымен, мына шаш үлгісімен әрі ерекше киінгің де келіп кетеді екен. Күндеріңіз керемет өтсін, сұлу болып жүріңіздер. Мінекей, қыздар, қандай керемет шаш үлгісі өте қарапайым әдіспен жасалады екен. Бүкіл қыздардың қолынан келетін сияқты, Ердана. Мен де сөйтіп ойлаймын. Мынандай қай шашымен жасаймын? Жоқ, келесіде маған жасап беретін боласың. Шынымен де кейін әке болған кезде қызыңа жасап берсең, осындай шаштарды. Сондықтан бұл айдар тек қана қыздар қауымына емес, әкелерге де, ағаларға да өз пайдасын тигізер.